саламатсыздар мен Жансая. Менің каналыма тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Кемелердің моласын білесіз бе? Әлемде кемелер ең көп бататын жер қай жер? Дрейк бұғазыны естулерің бар ма? Оңтүстік Америка мен Антарктиданың осы жері. Осы бұғазыдан өту ең қауіпті су жолы. Үш мұхиттан өтетін жері болған соң, ол бұғазының ауа райы өте қауіпті. Білесіз бе, 19-20 ғасырда бұл жерде 800-ден аса кеме батқан және 20 мыңнан аса адам қаза тапқан. Сондықтан бұл жерді кемелердің моласы деп атаған. Бұл бұғазыда Атлант пен Тынық мұхиттан келген жылы су оңтүстік мұхиттан келген жылы сумен қосылғанда биіктігі 16 метрге жететін толқын көтеріледі. Желдің орташа жылдамдығы бұл жерде сағатына 100 километрге дейін жетеді. Бұл жердің тағы бір қорқыныштысы айсбергті мұздарды да бұл жерде өте кедергі келтіреді. Жылда сәуір айы мен қарашада мұз басып жататын айсбергте жазды күні еріген мұз қатпалары түсіп кемеге кедергі келтіреді. Білесіз, және де кеме бататын болса, бұл жерде құрлық жоқ деген сөз көмектесетін ешкім жоқ. Қызыл ақпарат. Бұл бұғазының атауы британдық зерттеуші адмирал Фрэнсис Дрейк арналып Дрейк деп аталған. Себебі ол осы бұғазынан қатты қиналса да әйтеуір өтіп шықты. Осындай қызықты ақпараттар білгіңіз келсе, менің каналыма тіркеліңіздер.